Тырна мен түлкі. Өткен заманда түлкі мен тырна достасып, бірге тұрмақ болыпты. Екеуі бір жерге қоныстаныпты. Ішіп жемегі ортақ, бірі жеміздеп саяхатқа кеткенде, біреуі балапандар мен күшіктердің жанында қалады. Күндердің күнінде тырнаның таз балапандарынан жүн шығып, жорғалайтын болады. Түлкінің күшіктері пұшпақ болып құлпырады. Аналары балаларын ауық-ауық жатақтың жанындағы жайдаққа серуенге алып шығып жүреді. Бір күні тырна саяхатқа кетіп, түлкі балаларды бағып үйде қалады. Бәрін серуенге алып шығады. Балапандар мен күшіктер апыр-топыр алысып ойнап жүреді. Оны көрген түлкіге ой түседі. Осы менің мұным не? Мына тырнаның тұқымдарының мекені аспан. Жайшылықта бұлар Құдайдан тілеп ала алмайтын тамақ қой. Бұл әрі бірден соң ұшады да кетеді. Санды соғып біз қаламыз. Достасатын бұлар менің екі туып бір қалғаным ба? Менің мына күшіктерім де құс ұстауға үйрену керек. Қой, кісі баласы кісіге бала болмайды. Одан да деп тырнаның бір балапанын тырпитып алып ұрып, күшіктеріне қалай ұстап, қалай өлтіріп, қалай жеуді көрсетеді. Сөйте-сөйте күшіктер анасының баулуымен бар балапандардың басын құртады. Өлтірген балапандарын аулаққа апарып тығып тастайды да қайтып жатаққа жайласады. Кешінде тырна қайтады. Түлкі тырнаның алдынан шығып жыламсырайды. Тырна: «Ей, не болды?» дейді. Түлкі: «Әу, білмеймін, балалардың саны аз көрінеді» дейді. Тырна апалақтай сасқалақтап: «Жоғы сенікі ме, менікі ме?» деп сұрайды. Тырнаны қыжырта кекетіп: «Әй байғұс-ай, ойыңның арамай, қанша бауырға тартсам да, бөлектеген сөзіңнің ұшқыны шығады да тұрады. Балапандарды сенікі, менікі деуші ме едік?» депті қу түлкі. Ырыс қашса, туыс қоймайды. Бұрын бір жалғыз басты туыс деген жігіт болыпты. Ойдан орады, қырдан қырады, артып-тартып үйіне 2-3 айда бір келіп, үйіп тастап тұрады. Бірақ та дүниесі артпайды, кемей береді, берекесі болмайды. Қасында жақын отырған бала шағалы бір әйел көршісі бар екен. Оның ешқандай табары жоқ, үй айналасынан алысқа бара алмайды. Бірақ тұрмысы күннен күнге гүлдене береді. Туыс бұл қалай деп сұрап, ақылға барып сынатады, кеңес сұрайды. Ақыл: «Бақытқа бардың ба?» дейді. Туыс бармағанын айтады. Ақыл: «Ендеше сен соған бар. Ол тентек менің айтқанымды орындатпайды, бұзып жібереді» дейді. Туыс бақытты іздеп келе жатып, жолдағы бір қосқа кіреді. Кірсе, бір шал, бір кемпір, бір бойжеткен ақсақ қыз отыр. Туыс түстеніп кетерінде шал туысқа аманат тапсырады. «Бақыттан сұрай кел, қызымды қандай адамға берейін?» дейді. Туыс жүріп келе жатып, дария жағасында басы иіліп жерге тиіп тұрған бір бәйтеректің көлеңкесіне дем алады. Бәйтерек те аманатын тапсырады. «Басымды жаңа шыққан уақытымнан бері жер тартпай жібермейді. Бұған не амал қыламын?» дейді. Бақытқа жетіп келген жұмысын айтып болған соң, бақыт туысқа: «Ақылға бармадың ба?» дейді. Туыс: «Бармадым, бірақ ол әуелі сізге бар, әйтпесе ол менің ақылымды орындамайды, бұзып жібереді» деді. Бақыт күліп «Рас» депті. Бақыт бәрін тыңдап болып туысқа: «Қайт, бара жатып бәйтеректің басын иіп тұрған бір тұлып алтын бар, соны сен қазып ал. Сонда бәйтерек басын көтереді. Алтынның жартысын шал мен кемпірге берде, солардың ақсақ қызын ал» дейді. Туыс айтқандарын орындайды. Туыстың өмір содан кейін өркендейді. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген, және ырыс қашса,
туыс қоймайды деген мақал осыдан қалыпты. Ақыл, ғылым, бақыт. Бір күні ақыл, ғылым, бақыт үшеуі бір-бірінен артықшылығын салыстырып, таласып сарапқа түсіпті. Сарапшылар оларға былай депті: бірінші бақытқа: сен тұрақсыз, опасыз, орныңды таңдамай қонасың, қонғаныңды ісін тесің, тасын тасың, ақырында бір күні лақтырып тастап кетесің. Ақылмен тізе қос, сонда көп жасайсың депті. Екінші ғылымға: дүниеде сенен күшті нәрсе жоқ, қара тасты қайнатасың, дүние жүзін жайнатасың, сақауды сайратасың, жоқты бар, бардан жоқ жасайсың, бар ғаламды өзіңе бағындырғың келеді, бағындырғаныңды демде әлек қыласың, түзу де бұзу да сенен шығады. Ақылмен бірік, сонда абыроймен ұзақ жасайсың депті. Үшінші ақылға: дүниеде адамзатқа сенен артық дос жоқ, бірақ ашу үстіңе кіріп келгенде орныңды беріп шығасың да кетесің. Ашу бүлдіріп кеткен соң кіресің де ашудың бүлдіргенін оңдайсың. Әуелден орныңнан тұрмай отырсаң, ашу сенің үстіңе кірмеген болар еді. Барыңдар, ақыл сен адам бол, ғылым сен ат бол, бақыт сен қамшы бол. Үшеуің біріксең, ешбір мұң-мұқтаждарың болмайды депті. Қоян. Ертеде қоян әркім артынан түсе берген соң тым қатты ыза болыпты. Мен әркімнен қорқа берсем керек, менен ешкім қорқпайды. Бүйтіп жүргенше суға түсіп өлгенім жақсы депті. Суға қарай жүріп келе жатқан мезгілде өзін өзі өлтірмекші болыпты. Сонда су бойында жатқан қойлар үркіп барып, басқа қойларды апалаң-топалаң үркітіп жіберіпті. Сонда қоян ойлайды: менен де қорқатын хайуандар бар екен, өздері үлкен, бүкіл бір төбе, деп көңілі жай болып райынан қайтыпты. Түлкі менен ешкі. Бір түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда бір терең апанға түсіп кетіпті. Шыға алмай тұрғанда бір ешкі су іздеп әлгі апанға кез болып түлкіні көреді. Ей түлкі батыр, не қылып тұрсың дейді. Ой, не қыласың, жаным жай тауып тұр. Қырда әрі саусап, әрі ыстықта бөліп едім. Апанның іші әрі салқын, әрі түбінде тұп-тұнық суы бар екен депті түлкі. Мұны естіп ешкі: мен де салқындайын, әрі су ішейін бойлап, секіріп апанға түсіпті. Сонда түлкі секіріп ешкінің үстіне мініп, онан мүйізіне табан тірепті де ырғып далаға шығып, жөніне кетіпті. Өтірікке алданба, басың бәлеге душар болар деген сөз осыдан қалыпты. Торғай мен адам. Өткен заманда бір саятшы тор құрып қойса, торына кішкене бір торғай түсіп қалыпты. Торғайды адам қолына ұстап үйіне апара жатса, торғайға тіл бітіп былай депті: мен кішкене торғаймын, союға жарамаймын. Қапасқа салсаң, құсалықпен өлемін. Мені еркіме қоя бер, кең дүниеге жібер. Ақысына сізге 2 ауыз ақыл айтайын депті. Қане, ақылыңды айт депті адам. Жарайды, бір ауызын қолыңда, бір ауызын жерге түскен соң айтайын. Өйткені қос қолдап қысып тұрғанда өкпем қысылып, ештеңе айта алмаймын депті торғай. Аңшы босатыпты. Бірінші, өткен іске өкінбе. Екінші, көзбен көрмей сенбе депті. Торғай анадай жерге қонып отырып: сен ештеңе білмедің, менің бөтегеме жұдырықтай гауһар бар еді депті. Адам қонып отырған торғайды ұстауға тура ұмтылыпты. Торғай әр жерге ұшып қонып ұстатпайды. Адам қуып қоймаған соң адамға былай дейді: менің жаңағы айтқан өсиетімді түсінбепсің, өзің ақылыңа салшы. Менің өзім жұдырықтай жоқпын, менің бөтегеме ондай зат қалай сыйды? Бұл бір. Екінші, мен саған ұстатпаймын, қанатым бар, сондықтан өткен іске өкінбе деп ұшып кетіпті. Күшік пен мысық. Бір күні қарны ашқан күшік тауда қаңғып жүрсе, қасқыр жүгіріп келіп:
Ей күшік, мен сені жеймін депті. Қой көкешім қой, әуелі мені тойғыз, сонан соң жерсің депті күшік. Қасқыр, жарайды, менің соңымнан қалмай ере бер депті. Екеуі бірге келе жатып, бір топ сиырды көріпті. Қасқыр өзінің жолдасына қарап, маған қарашы, менің көздерім, құлақтарым, аузым, құйрығым қандай екен депті. Сенің екі көзің шоқтай қызарып жайнаған, екі құлағың жымиған, аузың арандай ашылған, құйрығың артқы екі аяғының арасына қыстырылып, жас шыбықтай болып майысқан депті күшік. Мен не қылар екем, соны қара, депті қасқыр. Қасқыр шауып барып, бір бұзаудың тамағына жабысады да, тұншықтырып өлтіріп, күшікті де тойғызады, өзі де тояды. Мен тойдым, сенің етіңді енді жемеймін, қош бол дейді де, қасқыр желе жортып кетіп қалыпты. Күшік бұзаудың жемтігінің қасында қалып, 3 күндей тегін етке тойып жатыпты. Ақырында іші пысқан соң, қаңғып жортылуға шыққан екен. Бір аш мысыққа кез болып оған, «Ей, мен сені жеймін» депті. «Қой күшеке қой, әуелі мені тойғыз, сонан соң жерсің» депті мысық. «Жарайды, менімен бірге еріп жүр» депті күшік. Біраздан соң бұлар бір топ түйеге келіпті. Күшік, мысық, маған қарашы, менің көздерім, құлақтарым, аузым, құйрығым қандай екен депті. Несін айтасың? Сенің көзің бозарып, құлақтарың салпайып тұр, аузың айқайып тұр, тілің салақтап, құйрығың салбаңдап тұр депті мысық. Сонда оған күшік, енді мен не қылар екенмін, көр депті. Күшік жүгіріп барып бір түйенің аяғын тістейін дегенде, түйе мұны дәлдеп тұрып басқа теуіп қалыпты. Күшік сол арада сеспей қатыпты. Сонда мысық айтыпты, «Әй, мақтаншақ, сен әліңе қарамай қиын іске қолыңды созасың. Сенің етіңді енді мен жеймін» депті. Түлкі, тасбақа және кене. Баяғы заманда бір түлкі, бір тасбақа және бір кене үшеуі жолдас болып келе жатса, бір жерге бір уыс тары жатыр екен. Үшеуі ойласып, мұны тұқым қылып жерге егіп, көбейтіп, бөліп алайық дейді. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жарды сүйеп тұрайын, болмаса құлап кетер деп, көлеңкені саялап жатып алады. Тасбақа байғұс жер тырналап, кене сорлық тарыны жиып, егіп әлекке түседі. Сөйтіп көп бейнет шегіп, піскен соң ол тарыны орып алады. Бастырғанда бір аяқ тар болады. Біреуі барып түлкіні шақырып келеді. Түлкі келе сала, бұл тарыны үшеумізге бөлуге болмайды. 3-ке бөлгесін, бұл әрқайсымызға қанша тиеді дейсің? Онан да үшеуміз жарысып, қай озғанымыз алайық дейді. Мақұл деп үшеуі бір жерге келіп, қатарласып тұрады. Түлкі, ал кеттік деп жөней бергенде, кене түлкінің башпайына жабысып, бірге кетеді. Түлкі өліп, өшіп, барынша жүгіріп келіп, қырманға отыра бергенде, кене, «Ай, сорлы, мені басып өлтіретінмін бе?» дейді. «Ой, сен қашан келдің?» дейді түлкі. «Сен бағана ал кеттік дегенде, мен келіп қалғанмын» дейді кене. Екеуі дауласып жатқанда аузы мұрны қан болып, тасбақа келеді. Келе сала, «Ойбай, түлкі, мен бір бәле көрдім. Жаңа сендердің арттарынан 2 қарагер аты бар, қара бүркіті бар, 2 тазысы бар, 2 адам келіп, жаңағы қасыңдағы түлкі жолдасыңды тауып бер деп, менің аузым мұрнымды қан қылды. Сонда да айтқаным жоқ, осы жаққа қарай келе жатыр» дейді. Түлкі, «Айналайындар-ай, мені айта көрмеңдер. Мына тарыны екеуің тең бөліп ал, мен сендерге риза болайын. Олар келсе, білмейміз қайда кеткенін деңдер» деп тұра жөнеліпті. Сөйтіп, тарыны тасбақа мен кене бөліп алыпты. Сирек ағаштар мен шоғыр бұлталардың арасынан таңертеңгі
күн сәулесі түскен дала көрінеді. Бізден 200 қадамдай жақын жердегі төбенің үстінде қазақ ауылының киіз үйлері тұр. Біз орманнан шығып төбеге көтерілдік. Мен шеткі киіз үйдің ашық тұрған есігінің алдындағы күйген кірпіш үйіндісінің үстіне отыра кеттім де мылтығымды сүртіп, су болған шолақ күртемді шештім. Гайдардың кенеттен таңырқаған үнін естіп, ұшып тұра келдім. Қарасам, киіз үйдің есік алдында қанатын жайып орасан бір бүркіт отыр екен. Бүркітте томаға да, шынжыр да жоқ еді. Мен бүркітті өзіме қарай тартып ем, ол қолымды серпіп жіберді. Бүркіт біздің кім екенімізді, бізге не керек екенін сұрағандай жайлап, сабырлы қалыппен басын еңкейтіп, қанатын қомдады. Оның көзіндегі қоңыр шел қозғалмайды. Мен құстың қырандық көзқарасын еш уақытта көре алмайтынымызды түсіндім. Бүркіт соқыр екен. Қыраным-ай, сен бұл күйге қалай ұшырадың, деді Гайдар. Киіз үйден көмескі жөтел естілді. Үйдің табалдырығынан шапанын қусырып, ақсақалды бір қарт қазақ келді. Біздің сәлемімізге жауап беріп басын изеді. Әскерсің бе? Деді ол менің киіміме қарап. Содан кейін менің қалпағым мен мылтығыма көз қиығын салды да, түсінген адамша күлімсіреді. Аңшы екенсіңдер ғой, деді. Жылы шыраймен бізді үйге шақырды, біз үйге кірдік. Жер еденді тырнағымен тықырлатып, біздің артымыздан бүркітте адамша еріп жүрді. Үй иесі бізді үйдің төріне, 4 қабат киіз үйдің үстіне отырғызды. Қарт бізді тәтті қою шаймен сыйлады. Ауылда ел басшыларының жоқ болғандығына қарт өкініш білдірді. Өйткені жұмыстың нағыз қызған уақыты екен. Тек 2 қарт қана сіздерді қарсы алып отыр. Біреуі мен, біреуі анау деп үй иесі бүркітті көрсетті. Дегенмен қонақтар риза болуы тиіс. Оларды қыранның ең асылы, ең ізгісі қарсы алып отыр. Ол аз үндемей отырды да отқа шөкпек тастап, кеселерге қайта шай құйып, бізге құстың тарихын баяндады. Осы ауылда Мұхтар деген жас аңшы болды. Жетісудағы шекарадан ол бір бала бүркіт алып келді. Оны асырап өсірді. Бүркіт асыранды иттей Мұхтардың тілін түсінетін. Жігіт күні түні далада аңда жүретін. Бір күні ол ауылға өңі қашып боп-боз болып келді. Өйткені оба ауруына кезіккен екен. Үшөзен деген жерде Дүйсен деген байдың үй ішінің аурудан опат болғанын көреді. Дүйсен өте бай, оның басқа байларда білетін. Олар түнде өліктерді тонап, оба ауруын басқа ауылдарға таратты. Ол кезде патша заманында, деп күлді қарт, обаны оқпен емдеуші еді. Бізге дәрігерлер келген жоқ. Қолдарына мылтық ұстаған солдаттар ротасы ауылды қоршап тұрып алды. Егер де кім қоршаудан шығуға талпынса, оны атып өлтірді. Немесе біреу бізге көмек болса, оны да өлтірді. Осылайша 1,5 ай өтті. Оба 80 адамды алып кетті. 18 қазақ тірі қалды. Бірақ солдаттар айнала қоршап, ажалдан құтылмақ болғандарды атып тастады. 8 адам аштан өлді. Олар қолына түскеннің бәрін, итті, жылқы терісін, қайыс белбеуді жеді. 11 адам тірі қалған кезде Мұхтар қыранның басынан томағасын, аяғынан шынжырын алып, ұш деді. Қыран ұшып кетті. Өзің аш болсаң, басқалар үшін тамақ табу қиын ғой. Бүркіт тырнағына бір қоянды қыстырып, аздан соң қайтып келеді.
тағы ұшып түлкі әкеледі. Бүркіт осылай 20 күн бойы ұшып жүріп, аш адамдарға қорек, біресе қоңыр шіл, біресе қоянның көжегін әкеліп жүрді. Ол адамша қайрат жасап, жақсылық істеді. Сол солдаттар бүркітті атпады. Анау төбеде бір солдат тұратын, деп қарт орманның шетін көрсетті. Оның түсі әлі есімде. Бүркіт ұшып өткенде ол үнемі бөркін алушы еді. Қарт ойға шомылып қалды. Тамақ әрине аз болды, деді ол. Солдаттар кеткенде 7 адам тірі қалды. Бұл қалай соқыр болды, деп сұрады Гайдар бүркітті көрсетіп. Бұл жауыз адамдар туралы әңгіме, деп жауап қайырды қарт. Мұның даңқы жұртқа жайылды. Сол жауыз адамдар мұны сатып алғылары келді. Бірақ досты сатуға бола ма? Мұхтар сатпады. Содан соң олар бүркіттің көзін күйдіріп түсірді. Көп болды ма, деп сұрады Гайдар. 17 жыл өтті. Біз киіз үйден шыққанда күн түске жақындап қалған еді. Қош болыңдар, деді қарт. Қош қыран, деді Гайдар. Сіздердің екеуіңіз де жақсысыздар. Оны қайдан білдіңіз, деп күлімсіреді қарт. Қоштасып жүріп кеттік. Үйрен, деді маған Гайдар орманда. Соқыр бүркітті адамдар 17 жыл бойы асырап келеді. Жақсылықты ұмытпауды үйрен. Бір көпес орманнан бұлбұл ұстап алып, оны үйіне әкеледі. Бұлбұлға арнап алтыннан тор жасатады. Оны көрсең көзің тоятын қымбат бағалы тастармен әшекелейді. Сөйтіп бұлбұл осындай торға кіргізеді. Құсқа қарап отыратын арнайы қызметші жалдайды. Көпестің бағы сан алуан гүлдердің хош иісіне бөленіп тұрады екен. Бақтың ортасында 7 су бұрқағы бар. Ақ мәрмәрдан жасалған бассейні болады. Көпес тордағы бұлбұлды осы бассейнмен іргелес көлеңкеге ілдіріп қояды. Өзі күн сайын келіп бұлбұл құсқа рахаттана қарап жүреді. Бұлбұл ылғи мұңды әндер айтып, жабырқау күйге отырады екен. Көпес құстың тілін білетін адам тауып, одан бұлбұл құстың қамығу сырын білуді сұрайды. Көпес мырза, дейді құстың тілін білетін адам, бұлбұл елін жерін сағынады, бостандықты аңсайды. Ол бөгде елде тақта отырғанымша өз елімде кедей болып жүргенім артық, деп ән салады. Бұлбұл құстың күн санап азып жүдеп бара жатқанын көпес те көріп жүреді. Ақыры бір күні торды ашып құсты босатып жібереді. Бұдан кейін көпес пен құстың тілін білетін адам екеуі атқа мініп бұлбұлдың артынан шаба жөнеледі. Бұлбұл биік-биік таулардан, алыс-алыс алқаптардан ұшып өтіп, өзенге шомылып, бұлақтан су ішіп, ұзақ-ұзақ ұшып, ақырында ормандағы қалың ағаштың кеуек қуысына кіріп алып, «Ох, шіркін, отаным, қандай әдемісің!» деп айқайлап жіберіп, сайрай жөнеледі. Бұдақтан бұдаққа, ағаштан ағашқа секіріп жүріп, аса бір көңілді ән шырқайды. «Таң қаламын», деді көпес. «Мен бұлбұлды алтын торға сан алуан гүлдердің ортасына отырғызып, барлық жағдайын жасадым. Ал ол осының бәрінен ағаштың кеуек қуысын артық көрді». «Көпес мырза», дейді құстың тілін білетін адам, «бұған таң қалма. Әркімге өз отаны, туған үйі қымбат. Бұлбұл қазір отанында, азат, торда емес. Тегінде бәрінен артығы да осы бостандық». Баяғы заманда бір әйел өмір сүріпті. Оның 3 қызы болған екен. Соларды асырап өсіремін деп күндіз-түні тынбай еңбек етіпті. Қарлығаштай қалықтаған 3 қызы тез бой жетіп, айдай сұлу болып өсіпті. Бірінен соң бірі тұрмысқа шығыпты. Көп жылдар өтеді, қыздардың шешесі қартайып,
бір күні қатты науқастанады. Қыздарына Ақтиіннен хабар айтып жібереді. Тезірек келсін деп айт қыздарыма, көзім тірісінде көріп қалайын дейді ол. Хабарды естіген үлкен қызы, қазір-ақ барар едім, бірақ мына екі легенді тезірек тазартуым керек дейді. Легенді деймісің? дейді Ақтиін. Ендіше сол легеніңнен өмір бойы айырылмайтындай бол. Екі леген сол сәтте үстел үстінен секіріп түсіп, қыздың бірі басынан, бірі аяғынан ұстайды. Қыз еденге құлап түседі, үйден тасбақа болып еңбектеп шығып кетеді. Ақтиін ортаншы қызға жетеді. Анасының ауырып жатқанын туралы хабарлайды. Шешеме дәл қазір жүгіріп барар едім, алайда жәрмеңкеге дейін кенеп тоқып үлгеруің керек дейді ол. Ендіше өмір бойы тоқыл сол кенебіңді, еш уақытта тоқтама дейді Ақтиін. Ортаншы қыз өрмекшіге айналып кетеді. Ақтиін келіп есік қаққанда кенже қыз қамыр илеп жатады. Ол ештеңе айтпастан, қолын сүртпестен шешесіне қарай жүгіреді. Әрқашан сен адамдарға қуаныш сыйла, қымбатты балапаным менің дейді Ақтиін. Адамдар сені сақтайды, сенің балаларыңды, немерелеріңді, шөберелеріңді жақсы көретін болады. Расында да үшінші қыз ұзақ өмір сүреді, жұрттың бәрі оны жақсы көретін болады. Дәмі таусылып, өмірден өтетін кезінде ол алтын араға айналады. Алтын ара жаз бойы күндіз түні адамдар үшін бал жинайды. Ал қысты күні жан-жағындағылар суықтан тоңып, шаршап жатқанда ол жылы ұясында ұйықтап жатады. Оянған кезінде жейтіні бал мен шекер болады. Түлкі менен маймыл бір күні түлкі жортып жүріп, қақпан үстінде өліп жатқан бір балықты көреді. Түлкі балықты құйрығымен сипап, тартып қарайды, бірақ қақпаннан шығара алмайды. Балық үлкенірек екен, түлкінің құйрығының қуаты келмейді. Балықты алып жей алмай, ызаланып, жолмен жортып келе жатса, түлкінің алдынан бір маймыл ұшырайды. Түлкі маймылды көріп, басын төмен салып, құйрығын бұлғаңдатып, еркелеп, ыржыңдай күліп, сәлем береді. Маймыл сәлемін алып, жол болсын түлкі би, бұрын мұндай құрмет қылмаушы едіңіз, енді қалайша құрмет қылдыңыз дейді. Сонда түлкі айтады, сүйінші беріңіз, патша сайламаққа келдік, көп аңдар, көп жандар кеңес қылып еді, арамыздан патша сайлаймыз деп маған ақыл салды. Сенің білімің көп еді, осы кеңесіміз мақұл ма деді. Менен маймылдың білімі көп, адамзатқа ұқсайды. Менің тілімді алсаңыздар, маймылды патша сайлаңыздар. Үлкен кішіміздің жайымызды білер, әділетсіз іс қылмас. Егер арыстан патша болса, онда күші көп, өзіне ықтияр тиген соң, ойына келген ісін қылар. Жазықты, жазықсыздарға қарамай, нашар жандардың барлығын қырып тастар. Алдына ешкім арыз айтып келе алмас. Әулетімен құртып жіберер дедім. Жиылғандарға менің ақылым ұнады. Түлкі бидің ақылы табылған ақыл деді. Патша сайламаққа арыстан жарамайды екен. Бәрімізге де зиян келтіреді. Маймылды патша сайлайық. Нашардың сөзін тыңдар, адамзатқа ұқсаған, әділетті, ақылы көп шығар, тез тауып келіңіз деді. Сіздің қайда екеніңізді білмей, жан-жануар тұс-тұсқа жаққа іздеп кетті. Бәрінен бұрын сізге келіп мен жолықтым. Құрмет қылып тұрғанымның мәнісі осы еді. Маймыл бұл сөзге қуанып түлкінің аузына қарап миық тартып күлді. Мақұл, халық ұнатса, патшалықтан несіне қашайын? Әлім келгенше әділеттікпен іс қылармын. Түлкі сенің жақсылығыңды ұмытпаспын. Келіннің бетін кім ашса, көзіне сол ыстық деген. Сүйіншіңді оңдап берермін. Қолыма билік тиген уақытта сенің айтқан сөзіңді жерге тастамаспын. Жүргін, бастағын дейді. Түлкі біраз жерге бастап келеді де, манағы қақпан мен балыққа жақындаған уақытта тоқтап тұра қалады. Маймылға қарап, әй патша, бір өтінішім бар.
менің қарным аш. Сіз бір дуа қылыңыз, мен әумин десем, Құдай қабыл қылар, бір тамақ табылып қалар дейді. Сонда маймыл өз тілімен дуа қылады. Түлкі әумин деп алдыңғы екі аяғын көтереді. Дуа қылып болған соң, түлкі маймылды бастап, бір қырдан қылт етіп шыға келгенде, манағы қақпанға қойған балыққа жолығады. Сонда түлкі маймылға: сіз дуа қылып едіңіз, мен әумин деп едім. Сонымыз қабыл болған екен, даяр тамаққа жолықтық. Өлмегісін деген құлға өлі балық жолығар деген осы. Міне, жеңіз дейді. Сонда маймыл: қарным аш деген едің ғой, өзің жей ғой. Мен бүгін аш жемесем де қуанышыммен ақ тоқпын дейді. Түлкі: ей маймыл патша, егер 6 күн аш жүрсем де, астың алдын әуелі сіз татпай қайтып жеймін. Би патшасынан бұрын аш жемейді. Ашта болсам әдепсіз қылық көрсетпеймін. Білімді бидің баласымын дейді. Сонда маймыл қақпанға қарай аяғын бір басып қалғанда, сарт етіп аяғын шабады. Қақпанның серпімен балық ыршып барып басқа жерге түседі. Түлкі қағып алып жеп қояды. Сонда маймыл ойлап тұрып: патша болған соң ғана кешіремін, пәледен аяғымды құтқар деп түлкіге жалынады. Сонда түлкі: ей маймыл, әр алуан ойыншы едің, ойнап айтасың ба, шыңдап айтасың ба? Амалды сөкпе, абыройыңды төкпе. Арыстаннан сені жақсы деп келгенімде, ақуалың осы ма? Аяғыңнан ұстаған қақпанды көтере алмай жонырды ма? Аузыңнан ащы сөз шығады. Екі бақ бар, бірі басқа қонады, екіншісі аяққа қонады. Маймыл еке, мәнісі осылай болды. Аяғыңа қан ақса да отыр, аузынан зар қақса да отыр. Тепкілесең кетпейтін темір бақ қонды. Қақпанға сені патша қылдым. Қайыр, қош, аман бол, патшалығың баянды болсын деп жөнеле береді. Қарға мен кірпі. Баяғыда Сүлеймен деген патша кірпі мен қарғаға бұлай деп бұйрық береді: сен қарға бір күнде жер дүниені аралап, бір жақсы сайрайтын құс тап. Ол құсты менің бас жағыма әкеліп отырғыз. Таң атқанда ол құс мені сайраған даусымен оятсын. Ал сен кірпі барып жер жүзін тінтіп, бір жұмсақ нәрсе тап. Ол нәрсені әкеліп дәл менің жастығымның үстіне бетіме тақау қой. Құстың сайрағанымен оянған кезде бетім сол жұмсақ нәрсеге тисін. Қарға дамыл таппай көп жерді аралап, көп құстың сайрағанын естиді. Бірақ бұған бірде-бір құстың сайрағаны ұнамайды. Мұның ойлауынша бұлбұл және басқа құстар жаман сайрайтын болып көрінеді. Даусы жақсы құс таба алмай, қарға сорлы қайғырады. Енді маған өлім келді ғой деп, таң мезгілінде шаршап шалдыққан қарға ұясына қайтады. Анасын көрген соң балапандары қарқылдай бастайды. Бұлардың қарқылдағаны қарғаға сондай әдемі, сондай нәзік көрінеді. Бұлардың қасында бұлбұл және басқа құстар әлде қайда жаман сайрайтын боп көрінеді. Қарға қуанып балапандарын Сүлейменге әкеліп, бас жағына ұя салып, соған отырғызады. Кірпі де дамыл таппай жер жүзін кезіп, жұмсақ нәрсе іздейді, бірақ еш жерден таба алмайды. Бұл да жалығып, арып, ашып, үңгіріне қайтып келеді. Анасын көрген соң балалары алдынан шығып құшақтайды. Кірпі де құшақтайды. Кірпіге балалардың денесінен сондай жұмсақ боп сезіледі. Сонда ол жер бетінде менің балаларымнан жұмсақ еш нәрсе болмас деп ойлайды. Балаларын Сүлейменнің сарайына алып барып, жастығының үстіне жатқызып қояды. Таң атады, қарғаның балапандары қарқылдай бастайды. Сүлеймен оянып оларға қарай бергенде, мұның бетіне кірпі балапандарының түрпі тікендер қадала кетеді. Қараса, қарғаның балапандары мен кірпінің балалары екен. Сүлеймен ашуланып, қарға мен кірпіні шақыртып алып,
Жендеттеріне бұларды басын кесуге бұйырады. Жазалы болған қарға мен кірпі таттақсыр дейді. Сүлеймен айт татыңды дейді. Жазалы екеуі өздері істеген ісінің бәрін бастан аяқ баян етеді. Сонан соң Сүлеймен әркімге өзінің баласынан артық көретіні жоқ екен ғой. Баласы өзіне балдан тәтті, оттан ыстық, күннен де жарық, мамықтай жұмсақ екен ғой, деп қарға мен кірпіні жазадан босатып жіберіпті. Түлкі мен бөдене. Өткен заманда түлкі мен бөдене екеуі айырылмас дос болыпты. Екі дос талай жерді шарлапты, талай қызық көріпті. Күндердің бір күні досым мені күлдірші депті түлкі. Жарайды, күлдірейін. Сен менің артымнан ердет отыр, мен ұшамда отырам депті бөдене. Сонымен бөдене ұшыпты да отырыпты, түлкі соңынан жүре отырыпты. Бір жерге келсе, бір кемпір сиыр сауып отыр екен. Шалы бұзауды ұстап тұр екен. Бөдене ұшып барып, сиыр сауып отырған кемпірдің басына қона етіпті. Түлкі анадай жерде тығылып қарап тұрыпты. Бөденені көре сала, кемпір қозғалма, мен мына бөденені бір соғып алайын депті шал. Жарайды, бірақ қатты соқпа депті кемпір. Шал жерде жатқан күректі алып салып қалғанда бөдене ұшып жөнеліпті. Күрек кемпірдің басына тиіп, кемпір құлапты. Шелектегі сүті төгіліп қапты. Түлкі ішек сілесі қатып күліпті. Досым, күлдің бе депті бөдене. Күлдім досым, күлдім. Разымын досым, разымын депті түлкі. Күндерде бір күні түлкі. Ал досым, енді мені мықтап тұрып қорқытшы депті. Қатты қорқытайын ба? Ашуланбайсың ба? деп сұрапты бөдене. Жоқ, ашуланбаймын, қатты қорқыт депті түлкі. Жарайды, қорқытайын, бірақ сен көзіңді тас қылып жұм. Мен сенің төбеңе қонып, екі қанатыммен көзіңді жабамын. Содан кейін сен жүрде отыр. Оңға десем оңға, солға десем солға жүр. Қашан мен төбеңнен ұшып, көзіңді аш дегенше ашпа депті бөдене. Сонымен бөдене түлкінің төбесіне қонып, екі қанатымен көзін жауыпты. Түлкі көзін тас қылып жұмып, бөдененің жүр деген бағытына жүріпті де отырыпты. Осылай жүріп келеді, бір кездері бөдене аш көзіңді деп ұша жөнеліпті. Түлкі көзін ашып жіберсе, тазы еткен бір топ аңшыға таяп қалған екен. Аңшылар қызыл түлкіні көре сала қиқулап қуып беріпті. Түлкі қашып беріпті. Әрі-бері қашқан соң түлкінің алдынан қалың орман кез болыпты. Түлкі жалт беріп орманға келіп, аңшылардан әзер құтылыпты. Бір кезде бөдене келіп, қалай досым, қорқыттың ба деп сұрапты. Қорқытқанда осылай қорқыт деп бедім? Деп түлкі бөденені бас салып жемек болыпты. Бөдене түлкінің аузында тұрып, досым, ұзақ жыл дос болып, ойнап күлдік, талай қызық көрдік. Қазір мені жегелі тұрсың. Қайтем, жесең же. Бірақ осы күнге дейін аты жөнімізді сұрап біліскен емеспіз. Жесең де атымды айтып жесейші. Ақырғы тілегім болсын депті. Ал айта ғой, атың кім еді? Депті түлкі. Атым Маңғыт депті бөдене. Маңғыт дей бергенде, аузыңа саңғыт деп бөдене ұша жөнеліпті. Осыдан былай түлкі мен бөдене достықтан айырылысыпты. Қой мен қасқыр. Өрісте бір арық қой жалғыз қалыпты. Қалың шілік арасынан шыққан қасқыр жалпақ даланы аралап келе жатып, әлгі қойға тап болады. Қуанып кетіп, жерік асым-ай, қайдан жүрсің? Іздеп таба алмаушы едім, бұйырған асым екенсің. Өзің аузыма өзің келіп түсіп тұрсың. Енді асықпай бір тояйын, дейді. Ажалым жетсе амал бар ма, дейді қой мұңайып. Бірақ өзіңде мал танығыш едің ғой, қараш түрме. Аузың толар етім жоқ, тұла бойым шандыр. Мені қайтесің? Босат, қойға барып, қозымды әкеліп берейін.
Қозының былқылдақ жұмсақ етіне қызыққан қасқыр әлгі арық қойды босатып жібереді. Қой ортаға қарай зыта жөнеледі. Қасқыр жұтынып қойып, қойды ұзақ күтеді. Сонан соң қой баласы момын аңқау болушы еді. Сірә оны ешкі сұм азғырған шығар, барып көрейін деп жорта жөнеледі. Бір белеске шығып, жан-жағына көз салса, қарсы алдында бір ешкі жүр екен. Сені іздеп келіп едім, деп қасқыр ешкіні бас салады. Атаң да, анаң да жақсы кісі еді, дейді ешкі жалбарынып. Қой тұрғанда мені қайтесің, одан да мен билеп сенің көңіліңді көтерейін. Ондай өнерің болса, көрсет қане, дейді қасқыр. Онда босат мені, дейді ешкі лепіп. Қасқыр босатып жібереді. Ешкі биік бір тасқа шығып алады. Қасқыр қане биле енді, дейді. Ешкі айлғасын асыра түседі. Ендіше менің аяғымнан көз алмай қарада тұр. Ешкі секіре тастан тасқа шығып кетеді. Қасқыр ешкінің аяғынан көз алмай отыра береді. Сол арада қойшы келіп қалып, қасқырды қуа жөнеліпті. Тышқан мен жылан бір тышқан тамақ аулап ініне қайтып келсе, онда бір жылан жатыр екен. Тышқан мұнан жаман қорқып, қуып шығуға батпай, ақыл сұрай өзінің қайғысын айтқалы көршілеріне барады. Ақылды тышқандар жиылысып отырып кеңесін айтыпты. Сен ол інді тастап, өзге ін қазып ал. Жылан сенің ініңді тартып алғаны әділдік емес. Бірақ оған қылар еш айла жоқ. Оған тисіп не қыласың? Мазасын ала берсең, өзіңді жеп қояды. Оған ештеңе қыла алмайсың. Тышқан бейшара қайғырса да үндемей қойыпты. Бірақ қалай да кегін алуды ойлайды. Бір күні сейілдеп келе жатса, іннің аузында жыланның күн шуақта жылынып жатқанын көріпті. Жанында бір кісі ұйықтап жатыр екен. Тышқан барып, оның мұрнын тістеп алып, жыланға қарай тұра қашыпты. Кісі оянып тұра қуады. Қараса алдында жатқан жыланды көреді. Тышқаннан мұның зияны көбірек болған соң, кісі жыланды өлтірге алданып қалыпты да, тышқанды қоя беріпті. Сөйтіп кегі қайтқан тышқан өз ініне келіп тұрыпты. Түлкі менен қоян. Әуелде түлкінің құйрығы жоқ еді. Құйрығының жоқтығы оған бек қатты залал келтірген, өйткені жүрген ізін жасыра алмайды. Әрдайым түлкінің артына түсіп аңдып жүріпті. Бір күні қасқыр барып, оның ініне кіреді. Егерде түлкінің інінің басқа жағындағы аузынан шығып кетпесе, өлтіріп тастар еді. Әлден соң түлкі ағаш ішіне кіріп кетіп, ағаштың түбінде тұрған қоянды көреді. Ол мезгілде қояндардың құйрығы ұзын болып, шапшаң жүгіргендеріне ыңғайсыз болып тұрушы еді. Сол жерде түлкі қоянды ұстап алып, өлтірмекші болып жатқанда қоян айтады: «Мені өлтірме, саған құйрығымды берейін», деп уәде қылады. Мұнысына түлкі көніп, екеуі сол жерде құйрықтарын айырбастайды. Содан бері түлкінің құйрығы ұзын болыпты, қоянның құйрығы қысқа болып қалыпты. Туған жер, сен әуелі анаңның ақ сүтінен нәр алып, бесікте құндақтаулы жаттың. Сөйтіп жатып, уілдейтінді шығардың. Сосын отыруды үйрендің. Тұруға да шаман келе бастады. Алақай, міне тәй-тәй басып жүріп те кеттің. Сонда сен алғаш рет табаныңа мамықта тиген туған жердің қасиетті де құнарлы топырағын бастың. Келер жылақ таяқты ат қып мініп шапқылай жөнелдің. Сол таяқта сен туған жердің талынан кесіліп алынған болатын. Ағаларыңа немесе ауылдағы ересек балаларға еріп, қармақ салып, өзенге бардың. Ол өзен де туған жердің төсінде ағады. Ондағы ақ сазан, ақ балық, ала бұға, шортан, тағы да басқа балықтар туған жердің ризығы. Жаздай жағалай ауыл қонған көлге барып, талай-талай рахаттана шомылған боларсың. Ол көлде балақай, біліп қой,
туған жердің нәрі. Сонда шалқар судың айдынында жұбын жазбай жүзіп жүрген кербез аққуларға көзің түскен болар. Құс төресі сол аққулар да өзің өскен өлкенің көркі, қаз, үйрек, қасқалдақ, басқа да су құстарының неше түрін көрдің. Сол көлдің жағасынан бұлар да сен туған жерді мекен етеді, өсіп өнеді, өркен жаяды. Ұлан байтақ қазақ даласы, түз тағасы, киек, тәутеке, арқар, аю, барыс, қабылан сияқты жабайы аңдар да қоныс етеді. Туған жеріміз Қазақстанда суы телегей теңізде, ұшар басын мәңгі қар басқан зіңгір тауда, көкпеңбек боп бой түзеген орман тоғайда баршылық. Сайып келгенде әрбір адам үшін туған жердің қадірлі, қымбат ештеңе жоқ. Өйткені сен ең алғаш дүниеге келген сәтіңнен бастап, осы өлке саған алтын бесік, ата мекен болып саналады. Сенің ғана емес, сенің әкең мен шешеңе, сенен кейінгілерге де қадірлі қоныс болып қала бермек. Сондықтан туған жерді сырт жаудан қорғап қалу, соған күн ілгері дайын тұру парыз. Отан. Тұманбай Молдағалиев. Ықшамдап алынды. Ойлайтын ылғи қамыңды, әкең де сенің отаның, ақ сүттін берген аямай, анаң да туған отаның. Бауырың, туыс тумаң да отаның сенің біл бала. Алыстап арман қуғанда, намысын оның былғама. Жаттаған ғажап жырларың, оқыған мың сан кітабың, ұқтырар отанның мәнін. Оқпасаң оны жұтадың, шығатын өзің тауларда, бұлт басып тұрған төбесін. Жападан жалғыз қалғанда, әкеңдей оған сенесің. Бәрі де сенің отаның, бойыңды биіктететін, рухына балап атаның, өлгенше сүйіп өтетін. Қазақстан таулары. Айбатыр Сейтақ. Әр ауылы ән отау, жетісу жер жанаты, асқарлы алатау, құшағында Алматы. Кімнен қуат аламыз, тау болмаса сән қайда? Жатыр ұлы даламыз, арқар сүйеп Алтайға. Көкке тіккен түндігі, таулар менен мақтанам. Ұлытау жер кіндігі, ұлт бірлігін сақтаған. Көкшетауда мүсін көп, көрген адам тамсанған. Әрбір тасы сыр шертіп, ақ қайыңы ән салған. Тыңда таудың ән жырын, бұлақ ағар сыңғырлап, қарқаралы бүгінде мәди әнін түр шырқап. Таудың бәрі тағдырлы, керек оны бағалау, қазақ үшін қадірлі, қасиетті Қаратау. Тау жуынса жауынға, таста жібіп бұлқынған, баян ауыл тауымда сұлулықпен сыр тұнған. Ақыл құйған санама, ата мекен аумағы, көрік берген далама, Қазақстан таулары. Ауызхан деген хан болыпты. Ханның 40 баласы бар екен. Осы балаларыма бір жерден қалың берсем екен деп ойлайды. Бірнеше жылдар өткеннен кейін хан бір байдың 40 қызы бар деп естиді. Соған қалың малына сөйлесіп, құда түсіп келуге кісі жіберді. Ол байға барып, бізді хан жіберді, балаларыңа сіздің қыздарыңызды айттырғысы келеді дейді. Бай: қыздарыма қалың мал алмаймын. Менің үйімнен өздеріңнің үйіңе дейін туп-тура жол болсын. Жолдың екі жағына бау, оның түбінен су шығып, бұлбұлдар сайрап тұратын болсын, және осы айтқандарымды бір жылда бітірсін депті. Бұл сөздің кісілер ханға айтып келіпті. Хан мұны мақұл көріп, 40 баласын шақырып алып, ең кенжесін алып, 39 баласын бірнеше нөкерімен әлгі жұмысты бітіріп келуге жіберіпті. Балалары бірнеше ай жүріп бітіре алмай келеді.
Онан кейін үйде қалған кенже баласы: «Әке, мені жібер, мен бітіріп келейін» дейді. Әкесі: «Қой балам, 39 ағаң бітіре алмағанда, сен қайдан бітірейін деп едің» дейді. «Жоқ, барамын» деген соң әкесі баласын жібереді. Баласы үйінен жолдас ертпестен бір ұзын жолмен келе жатса, бір әппақ киімді ақсақалды адамға ұшырайды да оған сәлем береді. Шал сәлемін алады. «Шал, қарағым, қайда барасың?» деп сұраса, бала баяғы тілектерінің бәрін шалға аян етеді. Шал: «Балам, мен тілегіңді берейін, көзіңді жұм» дейді. Бала көзін жұмады. «Бір уақытта көзіңді аш» дейді шал. Көзін ашып жіберсе, баяғы тілегінің бәрі қабыл болып қалыпты. Шал: «Балам, үйіңе барған соң қайныңа барма, ағаларың барсын. Ағаларың барып бірнеше ай жатып қайтар. Қайтарында қатты боран болады. Сонда жолда бір әдемі әппақ там тұрады. Ол тамға ағаларың бармасын» депті де ғайып болып ұшып кетіпті. Бала үйіне келіпті. Ағалары: «Не қылдың?» дейді. «Бітірдім» деп жауап береді. Онан кейін хан кіші баласын алып қалып, 39 баласын қайнына жіберіпті. Кенже баласы ағаларына бағанағы шалдың айтқанын айтып жіберіпті. Ағалары қайнына барады. Барғаннан кейін бірнеше ай жатып, қалыңдықтарын алып, керней сырнайларын тартып келе жатса, баяғы ғажап шалдың айтқандары үлкен боран болады. Жолда айналасында ағаштар жайнап тұрған әппақ там. Баяғы кірме деген сөз естерінде. Алдындағылары кірместен көшті бастап жүре береді. Артта келе жатқан адамдары білместен шауып барып аттарын байлап кіріп кете береді. Алдыңғылары оларды көріп шауып келіп тағы кіреді. Кіріп қараса, бір айдаһар ысқырып: «Бәріңді жұтайын ба? Жоқ болмаса, үйлеріңдегі кіші ініңізді әкеліп бересіздер ме?» дейді. «Ойбай, әкеліп берейік» деп уәде беріп жүріп кетеді. Бұлар жүре тұрсын. Үйде қалған інісі ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде баяғы ағаларының әкеліп береміз деп уәде қылғанын сезеді. Тұра келіп, жаман киімін киіп алып, үйден шығып, қолына таяқ алып келе жатса, баяғы ағалары кетіп бара жатыр екен. Олардың бұл баламен ісі болмайды. Бұл бала айдаһарға өзі келеді. Келсе: «Балам, жақсы келдің, арқама мін» дейді. Бала айдаһардың арқасына мінеді. Мінген соң: «Көзіңді жұм» дейді айдаһар. Бала көзін жұмады. Жердің бір шетінде қарай бірнеше уақыт ұшады. Айдаһар: «Көзіңді аш, көзіңе не көрінеді?» дейді. Бала: «Анау жерде бір ұзын ағаш тұр, ол ағаштың басында бір қыз отыр» дейді. Айдаһар: «Ендеше түс» дейді. Бала түседі. Айдаһар: «Сол қызды әкеліп берсең, мен сені жұтпаймын, болмаса жұтамын» дейді. Бала: «Болады» деп жүріп келе жатса, бір түлкінің патшасының аяғы сынып жатыр екен. Бала: «Мен аяғыңа ем қылайын ба?» дейді. Түлкі: «Ем қыл» дейді. Бала сынығын орнына салып, байлап сипап жіберген екен. Түлкінің аяғы жазылып кетеді. Түлкі: «Мына жүнімді ал, мен қай жерде керек болсам, жүнімнің бір талын тұтатып жіберсең, дайын боламын» депті. Сонан шығып келе жатса, бір құмырсқаның патшасы жаралы болып жатыр екен. Бала: «Мен жараңа ем қылайын ба?» дейді. Құмырсқа: «Болады, ем қыл» дейді. Бала сүф деп жіберген екен, жазылып кетіпті. О да бір тасты беріп: «Қай жерде керек қылсаң, мына тасты отқа сал, сонда мен дайын боламын» депті. Онан соң бала қызға келіпті. Қыздың қасында 40 дәу ұйықтап жатыр екен. Қыз: «Қай жақтан келе жатқан?» Қыздың қасындағы 40 дәу бір ұйықтаса 40 күн ұйықтайды екен. «Қандай адамсың?»
бұрын бұл жерге адам келіп кірген жоқ еді дейді. Бала: мен ханның баласы едім. Әкеміз түсінде сізді көріп ғашық болып, іздеп тауып кел деп мені жіберген еді. Мен бірнеше жыл кезіп жүріп, сізді кездестіріп отырмын дейді. Қыз ойланып отырып: мен саған ерейін, бірақ екі мақсатым бар. Соны бітірсең барамын, болмаса бармаймын дейді. Бала: мақсатыңды айт, бітірейін дейді. Қыз: мына екі түлкімді кешке дейін жаяу қуып ұстап бер. Және мына бір қап бидайды құмға сеуіп жіберемін. Бір дәнін кем қылмастан теріп бересің дейді. Бала: болады депті. Қыз екі түлкіні жіберіп, бидайды құмға шашыпты. Баяғы түлкі патшасының жөнін тұтатып жіберген екен. Түлкінің патшасы дайын болыпты. Бала: анау екі түлкіні ұстап бер депті. Ол ұстап беріпті. Сосын баяғы құмырсқаның патшасының берген тасын отқа салған екен. Ол да даяр болыпты. Бала: мына бидайдың бір дәнін кем қылмастан жинатып бер дейді. Ол құмырсқаларын жинап алып, бидайдың бір дәнін қалдырмай жинатып, балаға әкеліп беріпті. Бала әкеліп қызға береді. Қыз: жарайсың, енді сенмен жүрейін депті. Бала қызды ертіп әкеле жатып, бірнеше күн өткеннен кейін бала қызға: мен сені алдап ертіп келе жатырмын дейді. Баяғы істерің бастан аяқ баян етеді. Қыз: мен де біліп келе жатырмын, бірақ оған бір амал қылайық дейді. Бала: оған не амал бар дейді. Қыз: сен оған менен бұрын бір күн озып кет, сонан соң үйіне бар. Барған соң Айдаһар: қызды әкелдің бе деп. Сонда сен: қыз түстік жерде келе жатыр дерсің. Сол уақытта Айдаһар далаға шығып ысқырады. Сол кезде сен сандығындағы екі кептердің басын жұлып алсаң, Айдаһар өліп қалады дейді. Бала Айдаһарға келеді. Келген соң Айдаһар: әкелдің бе қызды дейді. Бала: қызың түстік жерде келе жатыр депті. Айдаһар далаға шығып ысқырған кезде бала барып кептердің басын жұлып тастап далаға шыға келсе, Айдаһар өліп жатыр екен. Бала сұлу қызды алып мұратына жетіпті. Піл мен арыстан. Бірде піл мен арыстан сапарға шығыпты. Жүре-жүре бір өзенге жетіпті. Өзеннің арғы беті батпақ екен. Мына судан өту маған қиын боп тұр, ал батпақтан оп-оңай өтер едім дейді арыстан. Мен судан оңай-ақ өтер ем, бірақ батпақта жүре алмаспын дейді піл. Ойласа келе екеуі былай келіседі. Піл арыстанды судан, ал арыстан пілді батпақтан арқалап өтпек болады. Өзеннің орта тұсына келгенде құлап кеткем деп қорыққан арыстан пілдің жотасына тырнағын қатты батырып жабыса түседі. Ау, достым-ау, тырнағың батып жатыр дейді піл. Тырнақтың өзі жабысу үшін керек қой деп жауап қатады арыстан. Олар судан өтіп батпаққа шығады. Енді арыстан пілді арқалайды. Батпақтың ортасына келгенде құламауды ойлаған піл тұмсығымен арыстанды орай қысып алады. Тынысы тарылған арыстан бұқаланып: достым, қылғындырдың ғой дейді. Әй бауырым дейді сонда піл, сен тырнақтарыңмен, біз тұмсығымызбен жапсамыз ғой. Өгіз. Бір шал мен кемпірдің жалғыз сиыры болыпты. Олар сиырдың сүтін қорек етіпті. Сүтке жарымаған сиырдың бұзауы өліп қала берепті. Жылдар өтеді, кемпір шал қартаяды, ал жалғыз сиырға бұзау тұқытымайды. Қой, болмас дейді бір күні шал кемпіріне. Бір жылға бір нәрсе етіп шыдармыз. Сиырды саумай-ақ қойшы, бұзауы өссін. Жарайды деп кемпір келсе кетеді. 3 күннен соң сиыр еркек бұзау туады. Бұған қуанған олар қанша тарықса да сиырды саумай сүтті бұзауына береді.
енесінің сүтін бір өзі еміп өскен бұзау үлкен өгіз болады. Келе-келе ол өзінің семіздігіне масаттанады. Оған мынадай ой келеді: осындай зор денем мен сиырлардың арасында жайыламын. Жоқ, болмаған алайықсыз. Мен түйелерге қосылайын. Сөйтіп өгіз түйелерге қосылады. Өзін ерекше сезініп жүрген ол барынша түйе болуға тырысады. Түйенің жеген шөбін жейді, шөлге кетіп, сортаң жерді жайлайды. Ақырында шөлге шыдамай, іші ауырып, қой, мен жылқыларға барайын, олардың тіршілігі жеңілдеу болар деп шешеді. Енді өгіз жылқыларға қосылады, бірақ бұл да оған жайлы тимейді. Үйірден қалмайын деп жүріп, ала өкпе болады. Бір күні қасқыр тиіп, жылқылар дүркірей қашады. Өгіз үйірге ілесе алмай, айдалада қалады. Бір жақсысы, қыр астында сиырлар жайылып жүр екен. Өгіздің өңірейген даусын естіп, оны қорғап қасқырлардан құтқарып алады. Өгіз қуанғаннан жылап жіберіпті. Өз тобыңнан бөлінсең, көрер күнің осы екен деп ол жасын сүртіп тұрып, өгіздің бұл сөзі бұзауларға сабақ болыпты. Ат пен марал. Баяғыда маралдың 4 көзі болыпты. Бұған марал қатты мақтанады екен. Ол жануарлардың ішіндегі ең жүйрігі де, сұлуы да өзім деп санайды екен. Бір күні ол атқа кездесіп, сен жүйрік емессің, мені ешқашан қуып жете алмайсың депті. Неге жетпеске дейді ат. Қалай қуып жетесің? Үстіме адамды мінгіземін де бас қамшыны деймін. Бұған марал қатты күледі. Айтасың-ау, егер адам ерттеп мінсе, тіпті шаңыма ілесе алмай қаларсың. Уақытында көреміз. Олар бәстесіп жарысатын күнді белгілейді. Марал күш жинау үшін жайылымға аттанады. Ал ат марал екеуінің арасындағы әңгімені адамға айтады. Келісілген күні ат пен марал кең далада жарысады. Әуелі марал алға шығады, бірақ адам қамшыны басып жібергенде оны қуып жеткен ат басы бозады. Өкініш пен ызаға булыққан марал қатты жылайды. Бұлаудай болған 4 көзінің екеуі ағып түседі. Маралдың 2 көзінің астында қалған белгі сол ағып түскен көздерінің ізі екен. Содан бері ат адамның қасында қалып, оған мінсіз қызмет етіп келеді.